Ходунокқа отырғызу керек пе? Қанша айдан бастап отырғызуға болады? Пайдасы немесе зияны қандай? Осы сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, видеоға лайк басып, ары қарай тыңдаңыз. Баланы ходунокқа 8-9 айдан бастап отырғызуға болады. Онда да егер бала өзі отыра алатын болса, өзі үстел, диван, орындық деген заттардан ұстап, жағалап жүре алатын болса, яғни бала үйдің әр жеріне өзі еркін жете алуы үшін және қауіпті жерлерге барып қалмауы үшін отырғызуға болады. Ходуноктың пайдасы: бала өзі ходунокта ары-бері жүрсе, анасының қолы шамалы болса да босайды, басқа шаруаларын еркін жасай береді. Бала жыламай, қалаған жеріне өзі жете алады. Зиянды жақтарына келер болсақ, баланың тепе-теңдік сақтауы бұзылады. Өзі жүретін балада салмақ жерге параллельді бір қалыпта болады. Бала жай жүріп бастап үйренеді. Ал ходунокта салмақ алдыға қарай түседі. Бала жүгіреді, тез жүреді ходунокпен. Сосын ходуноксыз өзі жүре бастағанда бала жай жүрмей, салмақ алдыға қарай түсіп, бала жүгіреді. Содан бала бетімен құлау қаупі жоғары болады. Маңдаймен құлау балаға қауіпті. Бала ходуноктың тіреп тұруына үйренеді. Бұл дегеніміз, ходунокта жүріп үйренген бала өзі ходуноксыз жүруі кеш болады. Ходунокқа ерте отырғызу табанға, бел омыртқасына күш түсіріп, болашақта май табан немесе бел омыртқасының жарығына, қыздарда болашақта жатыр қисаюына әкеліп соғуы мүмкін. Бұл тым ерте 3-4 айдан бастап отырғызатындарға қатысты. Ерте ходунокқа отырғызған бала еңбектемейді. Ол деген сөз жүйке жүйесінің кейбір байламдарының дұрыс қалыптаспауына себеп болады. Көріп тұрғандарыңыздай, ходуноктың пайдасынан зияны көп. Ал отырғызбауды өздеріңіз шешесіздер. Отырғызуға шешім қабылдасаңыз, тым болмағанда уақытына мән беріңіз. Баланы ходунокқа отырғызуды 8-9 айдан өзі отыра алатын кезден бастаңыз. Алғаш отырып бастағанда 10-15 минуттан артық отырғызбаңыз. Бір отырғызғанда 40 минуттан артық отырмасын. Күніне жалпы 2-3 сағаттан артық отырғызбаған жөн. Балада рахит, дисплазия болса, мүлдем отырғызуға болмайды. Келесі пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.